Баршаңызға сәлем. Бұл видеода тез әрі оңай дайындалатын, сондай-ақ бүгінгі таңда өте танымал француз десерті пирожный шу с кракелином дайындаймыз. Алдымен кракелин деп аталатын қамырды дайындаймыз. Құрғақ және таза ыдысқа ұн мен майды қосып, араластырып крошка жасаймыз. Содан соң қамырға қант қосып, қайтадан араластырамыз. Кракелин қамырын өзіңіз қалаған кез келген түске бояуға болады. Мен бұл видеода қызыл түсті пайдаландым. Дайын болған қамырды одноразовый пакетке салып, жұқа пласт жасаймыз. Қамырды оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайылған қамырдың қалыңдығы шамамен 5 мм немесе 1 см болуы тиіс. Дайын болған кракелинді астына тақтайша қойып, мұздатқышқа, яғни морозильникке салып қоямыз. Қайнатпалы қамырды дайындаймыз. Таза ыдысқа құрғақ ингредиенттерді салып араластырамыз. Эмальді ыдысқа 155 грамм май, 140 грамм су, 140 грамм сүтті құйып, орташа отта 4 минуттай араластырамыз. Май ерігеннен кейін ұнды бөліп салып араластырамыз. Қайнатпалы қамыр ыдыстың түбіне жабысып қалмас үшін тез араластыру қажет. Ұнды жақсылап араластырып болғаннан кейін оттан түсіріп аламыз. Қамырдың арасында ешқандай түйіршіктер қалмауы тиіс. Содан соң қамырға біртіндеп жұмыртқа қосамыз. Қамыр ыстық болғандықтан жұмыртқаны жылдам араластыру қажет. Қамырды кондитерлік мешокқа салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағат өткен соң тоңазытқыштан қамырды алып шығамыз. Пергамент қағазын төсеп, видеодағыдай қамырдың арасын қатты жақындатпай салып шығамыз. Содан соң мұздатқыштан мұздатылған кракелин қамырын алып шығамыз. Қамырды дөңгелек формамен бөліп аламыз. Мен бұл видеода кондитерлік насадканы пайдаландым. Кракелинді қайнатпалы қамырдың үстіне қойып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Пирожный шу с кракелином дайын болды. Дайын болған соң бұл десертті суытамыз. Қалауыңызша ортасына крем қоссаңыз да болады.